Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарақат қосылған өте дәмді сүтті коктейль дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бір банан керек болады. Содан кейін кез келген жеміс-жидектің түрінен салуға болады. Менде қант қосылған қарақат. Осыдан 3 ас қасық салдым. Келесі кезекте 300 мл сүт қосып, блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне санаулы секундтарда біздің коктейліміз дайын болды. Банан қосылғаннан кейін біздің коктейліміз өте қою болып шықты. Егер де сізге қою болса, тағы да кішкене сүт қосуға болады. Коктейльдің түсі де дәмі де өте керемет болып шықты. Балаларыңызға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сонда ең бірінші болып видеоларымды көре аласыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.